мына өнер адамдары, оның ішінде актерлар да бар, әншілер де бар. Барлығымыз ортадан ақша жинағанды бәріңіз білесіздер. Сол ақшаны 10 жалдамалы үй алайын деп жатырмыз. Оны әр ай апатты аймаққа таратамыз. Соның алдында мына халықпен жүздесіп кетейік деп, енді ана жақта босқа жатқанша елге сәлем берейік, хал ахуалын көзімен көрейік деп Гүлзира Айдарбекова, Ерғали Абдраимов, Мирас Бекжанов, Өктем Алтаев деген ағаларымызбен бірге келіп қалдық. Бұл енді өзіміз қазір жаңаға айтып жатыр ғой, елдер жаңа үйін тастап шыққан кезде көп заттарын алмай кеткен деп. 500 адамға ең қажетті деген заттарын алып бердік те, енді жаңағы жұмыс жасап жатқан еріктілерге бір уақыт болса әйтеуір түскі тамағын берейік деп сондай бір мақсатпен келдік. Енді бір теңізге тамшыдай үлес қосайық, бір қазақтың баласымыз деп не дейді, әу деген әлге қуат дейді ғой. Сондықтан сіздермен бірге екенімізді, бізде сіздерді уайымдап жатқанымызды соны білдіруге келдік. Азғындай ғана қазақпыз ғой, бір-біріміз демемегенде қалай қайсымыздың басымызға ертең қандай күн туатынын білмейміз. Сол себепті жұмыла осылай ауызбіршілігімізден көмектескеніміз жақсы. Ақшылай болсын, мейлі заттай болсын, тіптен болмаса жаңа Өктем айтып кеткендей, бір-бірімізге қамқор болып, ақшам жоқ деген күннің өзінде осылай күрекпен құм салып болатын болса да бір кішкене сауаптан алып, әрине бір-бірімізді тартып бауырымызға осылай көмектескенге не жетсін. Бүкіл қазақ еліне біздің айтатынымыз сол, осындай кезде бір-бірімізге демеу болайық, бір қарлығаштың қанатымен су сепкен сияқты бір тамшы болсын, әрқайсымыз бір титтайдан болса да көмек беретін болсақ, нұр үстіне нұр дейтін едім. Дәл қазір судың екінші толқыны келе жатыр деген естіп жатырмыз. Дәл қазір керегі сол судың екінші толқынын қалаға болмаса ауылдар үйлерге өткізбейтін сонда үлкен мынау бөгет салу керек екен. Осыны көріп біз қазір көзіміз жетіп отыр. Сол себептен титтей де болса сіздерге көмегіміз тисін деп біз қазір күрек алуға, қап көтеруге дайынбыз. Және бүкіл қазақстандықтарды осы екінші толқынның алдын алуға шақырамын. Бәрімен ақылдастық, кімге не қажет. Ең алғаш су келіп, су басқан үйлердің тұрғындарының біз несін орындадық. Сол жерде 500 адамды біз өздерінің қажеттілігімен қамтамасыз еттік. Ең алғаш су алған ауылдың тұрғындарын біз киім-кешек тағы да басқа зәру нәрселермен қамтамасыз етіп, 500 адамның тізімін алып келе жатырмыз. Және олар жатақханада жатыр екен, оны көзімізбен барып көріп, енді біздің мақсатымыз осы жақта көрген нәрсені шет жақтағы өзіміздің Алматыдағы өнер адамдарына, жалпы елге барлық жағына өз көзімізбен болған нәрсені жеткізу біздің мақсатымыз деп ойлаймын. Өйткені ана жақта тұрып мына жаққа не керек екенін білмейді адамдар. Біреу азық-түлік салады, біреу киім-кешек, біреу темір-терсек, әркім әр нәрсені айтады. Сол себептен ақша далаға кетпесін, көмек те далаға кетпесін, соны өз көзімізбен көрейік деп келіп отырмыз. Дәл қазір көріп тұрғанымыз, біздің байқап тұрғанымыз, көріп тұрғанымыз қаппен мынау суды тасқынын алдын ала қорғау жұмыстары екен, ең қажетті нәрселер. Ал қалған тамақ, киім-кешек нәрселер ол екінші орында тұрады деп ойлаймын. Сол себептен мен тыңдап отырған бүкіл Қазақстанның азаматтары келіп осында бір апта, екі апта жатып, осы мына жерде жұмысшылар, осы ауылдың тұрғындары, қаланың тұрғындары 24 сағат жұмыс жасап жатыр екен, күні түні тынбай. Соларға келіп қолқауыз тигізсе болады. Осында келіп жатып, осындай судың қамалдарын салса болады екен. Міне осындай нәрселермен, нақты нәрселермен айналысу керек екен, біз халыққа жеткізу, біз өзіміздің азаматтық борышымыз деп ойлаймын. Ел аман, жұрт тыныш бола берсін. Өнер адамдарының ауызбіршілігін көрсету, осындай Алланың бізге сынағы келген кезде қазақ жұмыса бір жұдырықтай болатын бір ауызбіршілікті көрсету керек болып тұр. Енді біз өнер адамдарының атынан қолымыздан келгенше бізде көмек жасап жатырмыз. Осы су алған аймақтарға қазір шақта 10 шақты біз жылжымалы үй дайындап жатырмыз. Енді Құдай қаласа 3-4 күннің ішінде келеді. Әр облысқа қолымыздан келгенше біздің де бір қосқан үлесіміз болсын деген ниетіміз бар. Ең басты енді бұл басқа түскен бір қайғы, бұл да Құдай қаласа бір сейілетін шығар. Осы Орал қаласына, басқа да жаңағы су алып жатқан елді мекендерге Құдай қаласа біз тек қана жақсылыққа, амандыққа, осындай бір тойларға, қуаныштарға келсек деген ниетіміз бар, тілегіміз бар. Біз енді сол Алматыдан осы өнер адамдардың жаңағы
солардың тілектерін арқалап келгеннен кейін барып өнер адамдарының атынан айтатынымыз, қазақ елі қайда болса біз әр уақытта солармен біргеміз, қуанышында да, басқа түскен қайғыда да. Ең басты еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын ағайын. Аумин. Бірлік бар жерде тірлік бар дейді. Жаңа 10 жылжымалы үй деді ғой. Соны 3-еуін осы Оралға, 3-еуін Атырау облысына, 2-еуін Ақтөбе облысына, сосын 2-еуін Торғайға жіберуге сөйтіп шешті. Бұйырса Алла қаласа. Сол осы келесі аптада келіп қалады. Иә. Тыныштық болсын, су тасқыны болмасын, бейбітшілік заман болсын. Рахмет. Ал енді бізде қарап жатқан жоқ. Осыдан 3-4 күн бұрын ең алғаш осы Оралға су келді деген кезде су басып кеткен үйлердің тұрғындарымен ақылдасып, олар су келген кезде, аяқ астынан су келген кезде киімдерін кимей, аяқтарына галоштарында алмастан сыртқа қашып шыға берген ғой паникамен. Соларға біз 500 адамды киім-кешек тағы да басқа нәрселермен қамтамасыз етті. Қолдарына табыстадық. Осы жерде міне сол киімнің біздің сол заттарды алған мына ата-аналар бар екен. Олар бізге рахметін жаудырып жатыр. Біз енді Құдай қаласа осы барлық су басқан аймақтардың халқына өзіміздің кішкентай титтей де болса қарлығаштың қанатымен су тамызғандай болса да көмегімізді тигізейік деп бүкіл өнер адамдарының атынан, әншілер, актерлар, жаңағы өнер адамдары, тағы да журналистердің атынан сіздерге сол аманатын алып, сәлемдемесін алып келіп отырмыз. Ең бастысы мұндай кезде халықтың басына қиындық түскен кезде бірлік керек.